6 жасқа толмаған балалар. Алты жасқа толған балаларға арналған фильм. 3, 2, 1. Тағы. 1, 2, 3, 4. Хей, бесеу болды. Бәрібір мен жеңем. Суретті жақсы салдың болдар. Рахмет, гүлді алқаптың өзі шабыт сыйлады. Қандай әдемі жер. Өйткені басқа демалыс орнымен салыстырғанда қоқыс 82%-ға аз. Бұл жер адамдарға ұнайды, сол үшін таза ұстайды. Негізі гүлді алқапты құрылысшылар ала жаздады. Қайта бұған кеңес рұқсат берген жоқ. Әкім мен әйелі осында келіп суға түседі. Қара. Демал болдық жігіттер. Біреу ескі Хокинс құдығына құлапты. Апа! Мә саған. Енді қайт құлап кетті ау. Қане бәрің әрірек тұрыңдар. Оның аты Кэти. Тездетіңіз. Кәти, қазір шығарып аламыз. Құдыққа ересек адам сыймайды. Мен сенші. Бәрі жақсы болады, Кэти. Кэти! Ерліктерін елестеріне сақтап келеді бәрі боттарды мақтап. Оптимус Прайм жіберген бұл топтың басты міндеті құпия сақтау. Адамдарға көмек қолын сос, әрбірсіне қолдап көрсет. Бот дегенің адамның досы, армандаған тұрғаштықты осы. Міне боттар келді көмекке, сезінбеске. Міне боттар келді көмекке, келді көмекке. Коди деген жолдастары бар, келеді қандай жауында олар. Бұл біздің боттар. Трансформерлер, құтқарушы боттар. Әке, болды. Кэти, жағдайың жақсы ма? Сенің атың кім? Сәлем, мен Кодимін. Сені шығарып аламыз. Қайтсек те шығарамыз. Жоғары тартыңыз. Кэти. Құдық опырылып кеткелі тұр. Басқа малын табу керек. Тәсілін таптым. Мәліметте құдықтың тереңдігі 7 метр екен айтылған. Жанынан үлкенірек шұңқыр қазып, түбін бұрғылап көреміз. Сөйтейік. Соққы беруге дайындал. Кэти. Дәни, қыз аман есен бе? Одан өзіңіз сұраңыз. Менің атым Кэти. Ойнайықшы. Я, сөйлейтін қуыршақты құтқардық. Кэти. Қап, бұлға балыпсыздар. Апа, үлгі ретіндегі құны түсіп кететін болды. Иә, солай шығар. Құдыққа сіз түсіріп алдыңыз. Енді жаңасын әперіңізші. Пенш ханым. Уайымдамаңыз, Чарли. Келген уақытыңыздың ақысын төлеймін. Ал роботтарыңыз керемет екен. Сауда көзіне айналдыруға болады. Бүкіл жиынтық қанша тұрады? Қанша тұрады, айтыңызшы. Ұсынысыңызға рахмет. Мадлена, бірақ олар сатылмайды. Жарайды, ал сатып қалсаңыз. Прицелла, тенниске кешігеміз. Сені жақсы көрем. Неге ренжіп тұрсың, балам? Саған шоколадты балмұздақ ұнамай ма сонда? Жоқ, тек кейде пенштер өзін аралдың иесіндей сезінеді. Кей адамдар қалағанын алып үйренген. Кім зардап шексе де қарамайды. Осы мәселеге тоқталайын мырза, бізді сатып жібермегеніңізге рахмет айтқым келеді. Серіктесін ешкім сатпайды, Джейс. Достар да сатылмайды. Біреу телефон жоғалтып алған сияқты.
Бярнстың даптар. Жоғалған телефон сіздікі ме? Артықшылық жобасы. А? Жоғалған заттар қорабына кейінірек салам. Бір мәселен шешу керек, Коди. Үйге жете аласың ба? Әрине, солай шығар. Кездескенше. Мырза қоқыс жәшігін байқамай қалған сияқтысыз ғой. Маңызды шаруамыз бар, Чейз. Қабырғадағы ескі жазуды кетіру жол тәртібін реттеу ме, әлде қиялдап көрейін бе? Төбелескен адамдарды қуамыз ба? Солай деуге болады. Қайталаймын, өтінем ұйымдасқан түрде даурықпай гүлді алқапты босатыңыздар. Кеттік. Жарай, жүріңдер. Жүріңдер. Қане? Аяқ астынан қауіптенсе, қорықпаңыздар. Ойымды басқаша жеткізуім керек еді. Жағдайыңыз қалай, әке? Тыныштық па? Өзіңіз хабарласпаған соң? Шаршап тұрмын, ертең сөйлесеміз. Ауыр жұмыс деген болар. Чейз, кеш батқанша не істедіңдер? Гүлді алқапты босаттық. Бастық ауада күкірт мөлшері тым көп деп ойлайды. Не дейсің? Біз сонда болдық қой. Ауырып қалғанымды сезіп едім, қап. Күкірт бізге қауіпті емес, Блейдс. Жұтып алдым деген ойдың өзі ауыр екен. Таңертең гүлді алқаптан күкірттің есін сезбедім. Күндіз мен де сезбедім, бірақ бастық қоймай айтып. Ей, бастық гүлді алқапты босатыңдар десе, демек босату керек. Бірдеңе болған анық. Сезіп тұрмын. Не болды? Алло? Артықшылық жобасы. Артықшылық жобасы. Дәни әлі кезекшілікте. Бізге сәлден кейін келеді. Неге ерте тұрып алдыңыздар? Бір жобамен жұмыс істейміз, Коди. Барып ұйықта. Телефондарыңыз аялдамадан табылған телефонға ұқсайды. Оны жаппай қолданысқа енгізем. Кеттік, балалар. Жұмыс кестесін ұмытпайық. Гриффиндор құтқару қызметі. Біреуді жіберемін. Кейт, Уэверлиде көлік жанып жатыр. Кейт, сен... Кодиге неге жауап бермейсің? Артықшылық жобасы. Ол не қылған жоба? Гүлді алқап. Болды, Кейт. Қане, мән жайды мағанда айт. Жоқ, сұрақ қоймастан бұрын бұйрықты орындап үйренуің керек. Қане, тағы да қайталаш. Хитвей, біз аса құпия тапсырманы орындаймыз. Дауласпа, тоқтай үнсіздік сақта. Түсіндің бе? Ұқтың ба дейім? Түсіндім. Дэнни, тез көмекке бару керек. Ренжіме, Коди, бізді түнмен жоғалған жануар, жолдағы боттар мен бұзақлар әуре қалды. Чейздің келе алмағаны өкінішті. Ешкімге хабарласа алмай жатырмын. От ғимаратты шарпыды. Шымшуыр шөмішім істемей қалды. Хитвейв қайда жүр? Әке, Кейт, Грэм, өтінем, өрт жайылып барад.
Қайталаймын, өрт жайылып барат. Көмек керек. Болды, Кейт. Кейт, біз өрт сөндірушіміз. Неге өз жұмысымызды істемейміз? Өртті Дэнни сөндіреді. Басеке, бұл жобаның неге артықшылық болып саналатынын, не саналмайтынын түсінсек... Мұнда күкірт деген атымен жоқ. Дұрыс айтасыңдар. Сендерге түсіндірейік. Грэм. Өрттің басылар түрі жоқ. Хитвейв сияқты су шаша алмайтыным өкінішті, бірақ мен өкінбеймін, қызық екен. Дэнни, маған бір ой келді. Блейдс, отқа суды артқы роторыңмен бағыттап көр. Содан бірдеңе шықса. Ойыңның іске асатын білдім. Жарайсың, Коди. Маған өрт сөндіру ұнағаны мен су шүмегін кім жөндейді сонда? Қоқысты кім жинап, жол тәртібін кім реттейді? Әйтеуір менің отбасым емес. Әкемнің мұны елемегені несі? Әкеме бірдеңе болды. Кеше еш себепсіз гүлді алқапты жапты. Гүлді алқапты ма? Оң нәтиже. Хабарлаймын. Сондайдан таға келіңдер. Иә, мырза. Достар, неге өйтіп жатырсыңдар? Бұл біздің артықшылығымыз. Оны кім айтты? Мен айттым. Әке, сізге хабарласа алмадық қой. Не боп қалды, әке? Жергілікті аймақ жапа шекті. Дер кезінде келдің, Дэнни. Блейдстің шымшуыр шөмші не көтер алатынын көрейік. Тоқтаңыз, өрт сөндіруден гөрі балшық тасу маңызды болғаны ма сонда, әке? Аралға гүлді алқаптан қауіп төніп тұр. Сонда сөзіме сенбейін дедің бе, Дэнни? Жоқ, ойым шатасып кетті, әке. Міне, мына телефондардың құпия желісі бар. Сөзімізді ешкім тыңдамау керек. Байланысты тексерейік. Артықшылық жобасы. Артықшылық жобасы. Дэнни, ұстама, бәрі телефоннан басталды. Бұлар адамдарды сыйқырлайды. Жауап бер, Дэнни. Рахмет, өзіме хабар таратқышта жарайды. Қашайық! Енді қайттық. Доктор Гринді тауып, сосын артықшылық жобасы. Артықшылық жобасы бізге көмектес, Коди. Иә, Коди, көмектес. Оның бәрін білдіруі мүмкін. Білдірмейді. Дэнни, кеме күтіп тұр. Кестеден кешігіп жатырмыз. Түсіндім. Сәлем, Коди. Док, не болып жатыр? Бәрі есінен адасты. Боттарды сөйтті. Алаңдай бастадым. Әкімдікте кездесейік. Уайымдама, Коди. Әкімге телефондар туралы айттық. Әкім сені күтіп отыр. Сіздерге телефон жайлы айтқан жоқпын ғой. Түсінесің бе, Коди, таңертең бізге әкең келді. Бізге қосылсаң әлде қайда жақсы болады. Әйтпесе, олай болса... Жобаға кедергі жасауыңа жол бермейміз.
саған тиіспейміз, Коди. Ол қашып кетті, топқа бөлінеміз. Өзім де біліп едім. Ол қарыш есінде. Фрэнки, Міне, әкете беруге болады. Не болды? Мәселе артықшылықта болды. Айлақтамыз. Док, Коди аралдан қайық алмасын. Ұқтың ба? Коди. а? А! Тыныш, қорықпа, мен өз қалпыма келдім. Шымба, дәлелде. Әдетте сен бүгіні кешке не істейсің? Сурет салам, зерттеу жүргізем, музыка тыңдайым. Жарайт, бұл өзің екенсің. Гүлді алқапты қазудан басқа кез келген сөзіңе сенгелі тұрдым. Бәрін сиқырдан арылтудың амалын білем. Телефондарын сындыру керек. Мені іздеу жұмысына көмектесу үшін шақырды. Айналаны түгел қараңдар. Олар сенген сияқты. Түсінбедім, телефон қалай сиқырлап жүр? Мәселе телефоннан шыққан дыбыста. Телефон гүлді алқапты қазу үшін әкеме бәрін жаулап алуды бұйырған ғой. Қарсы шыққандармен күресуде тапсырған. Неге өйтті екен? Олар шұқырда шығар. Жарайт, секіріп түсіп әкемнің телефонын сындырамыз. Әкем басқаларды құтқаруға көмектеседі. Тезірек анықтайық. Фрэнки алданбайды. Ол ақылды қыз. Болдыр, қаш! Енді телефондарды қалай сындырамыз? Мұнан өшірсек, телефонды сындырып әуре болмаймыз. Ұял телефон мұнарасы. Бүкіл аралдағы ұял телефондар өшіп қалмай ма? Олар мұнараға бара жатыр. Коди, шыдай тұр! Қаш, Коди! Бұларды алдай тұрам. Тоқта! Не болды? Не болды? Не болды өзі? Түк есімде жоқ. Коди, кешірші. Балмұздақ жеген кезімізді ғана білем. Оны қоқыс жәшігіне дұрыс тастамадыңыз. Содан ақ сезуім керек еді. Сіз тауып алсын деп біреу телефонды сәкіге қойған. Бұйрықты орындату үшін адамдарды сиқырлайтын телефон. Осында да техника бар екен ғой. Боттарға да әсер етеді. Қауіпті ілім. Өзімді біреу пайдаланып кеткендей сезіндім. Гүлді алқапты қазу кімге керек болды екен? Алтын. Өте көп алтын. Қызық, олар оны қайда жіберді екен? Қайда жібердік дегенім ғой. Осының алдында компания гүлді алқапты сатып алғысы келді емес пе? Мұнда алтын бар екен білгендей.
арам ойларын іске асыру үшін бізді телефонмен сиқырлаған. Кінәлі адамды қайтсек те табамыз. Жерді біз қаздық, енді өзіміз жөндейміз. Шұқырды көміп ағаш отырғызамыз. Салған суретімдегі үлгіге қараймыз. Тезірек бастауымыз керек. Бізге көмектесетіндер бар екен. Айттым ғой, адамдар бұл жерді ұнатады, сондықтан жандар ашиды. Апа, не тауып алғанды қараңыз. Жарқырап тұр. Ұстағым келеді. Ренжіме қызым, компанияма бұл нұсқаны өзгертуді бұйырдым. Дыбысы күштірек болуы керек. Фильм Қазақстан ұлттық арнасында аударылып дыбысталған. 2020 жыл.